Халқымыз қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің дейді. Қайырымдылық ұғымының мағынасы өте кең. Халқымыз рақымды, мейірімді, жан жылуы мол адамды қайырымды адам дейді. Ертеректе үлкендеріміз алдына жағдай айтып келген адамның мәселесін қайтармауға тырысатын. Жағдайы қиын болып тұрса да, оны қолтығынан демеп, еңсесін тіктеуге атсалысатын. Бұл халқымыздың бойындағы асыл қасиеттерінің бірі болатын. Халқымыз өз ұрпағына қайырымдылықты жасайтынын үйретіп, адамгершілік қасиеттерге болдыған. Халқымыз адамдарды қаны ғана емес, жақсы істерде туыстырады деген екен. Біздің халқымыз жақсылықты жасай да білген. Жақсылық жасаған адамға рахметін айта да білген. Тіпті ұлттың ұлтқа жасаған қамқорлығын да қайырымдылыққа жатқызуға болады. Қазақ жері мен жұрты бастарына қара түнек күн туғанда талай ұлт өкілдеріне пана болды.